Саламатсыздарбы құрметті ТТ-13-17 тобының студенттері. Қазір бізде тартуға арналған жылжымалы құрамның құрылымы сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы локомотивтердің арбашасы және тележка. Бүгінгі сабақтан біз не білуіміз керек, не үйренуіміз керек. Механикалық бөлік электровоздың тартым және тежегіш күшін электржік және пневматикалық қондырғыларын орналастыру үшін электровозды басқару жағдайларының қауіпсіздігі мен комфорт деңгейін қамтамасыз ету үшін арналған. Электровоздың секциялары А3 автотіркегіштерімен жалғанған. Олар әрбір секцияның ішінде шанағы және екі осты арбашасы бар. Шанақтың арбашықпен тік және көлденең байланыстары люлькалық элементтермен, бойлық байланыстары шуберін және шарлық байланыс арқылы жасалынады. Арбашаның негізгі элементтері. Олар бізде рама, букса, доңғалақ жұптары, тежеу жүйесі, тартым электр қозғалғышының аспасы, рессор аспасы, шарлық байланыс және тісті беріліс. Осы элементтері. Арбашаның негізгі техникалық мәліметтер сипаттамасы. Ұзындығы 4800 мм, ені 2800 мм, базасы 3000 мм, арбашаның массасы 21670 кг, арбашадағы осьтер саны 2, арбашада тартым электр қозғалғышының орналасуы тірек осьті, рессордың орналасуы әрбір буксада жеке және тежеу жүйесі, доңғалақ бандаждарына рычагпен екі жақты басымды. Арбашаның жанына және үстінен түсірілген сұлбасы. Осы сұлбаның көмегімен арбашаның қосымша элементтерінің қалай орналасқандығын көріп танысуға болады. Арбашаның буксасы. Буксаның негізгі қызметі арбашадағы доңғалақ жұптарын негізгі арбаша рамасымен байланыстыру үшін бұның негізгі элементтері құлағы, корпусы және крышкасы, қақпағы. Осы қақпақтың ішінде бізде роликтер подшипниктер тұрады. Осы роликтің подшипниктердің көмегімен біздің доңғалақ жұптары қозғалысқа келеді. Рессордың орналасуы. Рессор жоғарыдан түскен салмақты тікеден тік бермеу үшін және азайту мақсатынан қолданады. Рессордың екі түрі бар: серіппе түрінде және лист түрінде. Міне соның техникалық сипаттамасы. Шарлық байланыс арбаша рамасы мен электроз рамасымен байланыстыратын бірде-бір элемент. Арбашаның тежеу жүйесінің көрінісі: тежеу цилиндрлері, рычаг, подвеска, балансир, тяга және тормозной колодка. Міне тормозной колодкалар әрбір доңғалақ жұптарын екі жақты колодкамен қысады. Бұл колодкалар желінеді, желінгеннен кейін әр ремонт циклына кірген сайын бұл ауыстырылады. Жалпы арбаша туралы қысқаша мәлімет осы. Үй тапсырмасы. Жалпы жаңадан қолданыстағы электровоз және тепловоздардың арбашасының ерекшеліктері, олардың элементтеріне қандай өзгерістер бар туралы кішігірім эссе жазып қоясыздар. Рахмет, сау болыңыздар.